Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы қуатты педагогикалық құралдар оқыту мен оқуда АКТ-ны пайдалану. Бүгінгі дәрісіміздің жоспары мына сұрақтарды қарастырады. Яғни бірінші АКТ-ның анықтамасы, АКТ пәні және оның мақсаты, АКТ-ның рөлі, АКТ құралдары, білім берудегі АКТ. Ең бірінші, яғни ақпараттық технология дегеніміз не? Мен соған тоқталып өтейік. Ақпараттық технология қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық, кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны болып табылады. АКТ бұл ақпараттық коммуникациялық технологиялар, есептеу техникасы құрылғыларын, сондай-ақ телекоммуникация құралдарын қолданып, жүзеге асырылатын ақпараттар мен өзара әрекеттесу процестері мен әдістері. Ақпараттық коммуникациялық технология ол ақпаратты түрлендіруге және өңдеуге бағытталған технология. АКТ әртүрлі механизмдерді, құрылғыларды, алгоритмдерді, мәліметтерді өңдеу тәсілдерін сипаттайтын жалпы ұғым болып табылады. АКТ-ның негізгі мақсаты білім алушының қазіргі қоғам сұранысына сай өзінің өмірлік іс-әрекетінде дербес компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын жан-жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу, яғни білім алушыны ақпаратты қоғамға бейімдеу. Қоғамды ақпараттандыру дегеніміз не ол? Қоғамды ақпараттандыру келесі жағдайларды қамтамасыз етеді. Қоғам мүшелері әрекеттерінің тұрақты кеңейетін, баспа түрінде жинақталған ғылыми, өндірістік, интеллектуалдық потенциалын белсенді пайдалану. Қоғамдық өндірістің барлық салаларының дамуын іске асыратын ғылыми және өндірістік ақпараттық технологияларды интеграциялау. Пайдаланылатын мәліметтердің нақтылығын, бейнеленетін ақпараттардың визуалдылығын, қоғамның кез келген мүшесінің сенімді ақпарат көздерін пайдалануын, ақпараттық қызмет көрсетудің жоғары деңгейін қамтамасыз ету жағы қарастырылады. Жалпы оқу орындарында ақпараттық компьютерлік технологияларды пайдаланудың негізгі бағыттарын төмендегідей етіп бөлуге болады. Әр сабақта автоматтандырылған оқу жүйесін қолдану. Білім беруде ақпараттық білім ортасын мамандыққа байланысты қолдану ерекшеліктерін пайдаланып оқыту. Психологиялық, педагогикалық зерттеулерде ақпараттық білім ортасын қолдану. АКТ-ның маңызды заманауи құрылғыларына не жатады? Яғни оған қажетті бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықталған компьютер, ішіне қажетті ақпараттар енгізілген коммуникация құралдары жатады. Заманауи қоғамда айта кетсек, мәтіндік процессорлар, презентациялар, электрондық кестелер, графикалық пакеттер, органайзерлер, мәліметтер қоры және тағы сондай-ақ әмбебап қолданбалы бағдарламалар мен АКТ құралдары кеңінен қолданылады. Ғаламдық компьютерлік желі көмегімен қас қағым сәтте әлемдік ресурстарға, электрондық кітапханаларға, файлды сақтау қорларына, мәліметтер қорларына және тағы басқаларына жетуге болады. Желі басқа да кеңінен таралған АКТ-ны қолдану мүмкіндігін береді. Оларға жаңалықтар тобы, электрондық почта, чаттар, тізімдер және таратылымдар жатады. Онлайн, нақты уақыт режимінде хабар алысу. Міне қазір таңдарда біздер осы онлайн жүйесіне көшіп, сіздерге қашықтықтан білім беру технологиясы қолданылып жатыр. Бұл, яғни онлайнмен хабарласу дегеніміз не? Осыған тоқталайық. Сеанс орнатылғаннан кейін мәтінді, дыбысты, бейнені және әртүрлі файлдарды жіберу. Ол дәріс онлайн сабақтар. Екінші, әр жерде орналасқан қолданушылар компьютермен біріккен байланыс орнату, аудио және бейне конференция ұйымдастыру мүмкіндігін береді. Яғни ол біздің қазір таңда қолданып жүргізіп жатқан Zoom бағдарламасы. Телекоммуникациялық желілерде тиімді іздестіруді ұйымдастыру үшін автоматтандырылған іздестіру бағдарламалары қолданылады. Оның мақсаты ғаламтордың әртүрлі ресурстарына мәліметтерді жинау
және қолданушыға оларға жылдам қол жеткізуді ұсыну. Іздестіру жүйелері құжаттарды, мультимедиалық файлдарды, адамдар мен ұйымдар туралы адрестік ақпараттарды бағдарламалық қамтамасыз етуді табуға болады. Енді қазіргі таңдарда актінің қолдану тиімділігі неде? Міне осыған тоқталайық. Актіні қолдану оқу әдістеме және ғылыми ақпараттарға қол жеткізеді. Кеңестік көмек беруді жедел ұйымдастырады. Ғылыми және зерттеу қызметтерін модельдейді. Нақты уақыт режимінде виртуалды сабақтарды, дәрістерді, семинарларды жүргізуге болады. Қашықтықтан оқыту ұйымдастыру мүмкіндіктерін береді. Ал енді электронды оқу басылымы дегеніміз не? Барлық оқытылатын ақпарат көлемін сақтау және беру мүмкіндігін беретін маңызды технология болып табылады. Оларды желі арқылы және оптикалық тасушылар арқылы таратуға болады. Электронды оқу басылымы ақпараттарды графиктік динамикалық түрде ұсыну мүмкіндігін береді. Міне, құрметті студенттер, бүгінгі біздер дәріс барысында қарастырылған сұрақтарға, яғни сипаттама берілді. Сол сипаттама анықтамалардың ішінде сіздерге, яғни ақпараттық коммуникативтік технология дегеніміз не, оның тиімділігі қандай, оның білім беру жүйесінде қандай маңыздылығы бар, және қазіргі осы таңда қандай ерекше рөлге ие болып отыр. Міне сол жөнінде сіздерге ақпараттар берілді. Енді келесі практикалық бөлімде біздер осы ақпараттық коммуникативтік технологияның, яғни қолданылуы бойынша, яғни практика сабақтарды орындаймыз. Және СРС-та осы қарастырылған сұрақтарды әрі қарай қарастырып, яғни әрі қарай сіздердің өз білім деңгейлеріңізді көрсетіп, талдап бересіздер. Ақпараттық коммуникативтік технологиялардың, яғни қолдану ерекшелігі неде? Оның тиімді, тиімсіз жақтары бар ма? Бар болса, қандай мәселелер? Сол жөнінде нақты мысалдарды талдайсыздар. Студенттер, осымен менің дәрісім аяқталды. Сіздерге негізгі басты түсінік пен сипаттама беріліп айтылды. Ендігі жауап сіздерден күтемін. Сау болыңыздар.